Бисмилля қыздар, мамықтай жұмсақ мына күлші нандарды жеген де арманда, жемеген де арманда. Ұзын сөздің қысқасы міндетті түрде жасап жеп көріңіздер. Осындай жұмсақ болады. Алдымен ыдысымызға жылы су, жылы сүт, үстінен тұз, ашытқы, қант барлығын салып араластырып, онды салып қамыр илейміз. Қамырымыздың басы осылай біріге бастаған кезде бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды салып илеп сіңдіреміз. Бетін жауып көтерілгенше қалдырамыз. Көтерілгеннен соң теңдей 6 бөлікке бөліп алып, осылай 5-10 минутқа тағы да көтерілуге қоямыз. 5-10 минуттан соң осылай үстін басып жасап аламыз. Дәл ортасын қаттырақ басып, вилкамен шұқимыз. Табаларымызға тізіп, барлығын жасап болғаннан соң бетін жауып 15-20 минутқа тағы да көтерілуге қоямыз. Көтерілгеннен соң дәл ортасын және вилкамен шұқып жіберіңіздер, себебі көтеріліп кетуі мүмкін. Бетіне маскасын жағып, қалауларыңызға қарай күн жіт дәндерін сеуіп, алдын ала қыздырылған пеште осылай қызартып пісіріп аламыз.